Бәріне сәлем. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Және мен бизнесті қорғауға маманданам. Бүгін біз сотта куәгерлерден жауап алуға қалай дайындалу керектігі туралы сөйлесетін боламыз. Лайк басып, менің YouTube каналыма жазылыңыздар. Айыптау тарапының куәгерлерінің жауап алуға мұқият дайындалу керек. Қаржы жымқыру жағдайында, мысалы, компания директорының түрмеге жабу үшін, тергеу есепшінің алдына таңдау қояды. Ол директормен бірге бір кетеді, немесе бұрынғы басшысына талған айыптың куәсі бола алады. Бұл жағдайда соңғысы қаражаттың жұмсалу туралы есеп берген директордың есепшімен хат алмасумен сотқа ұсыну дұрыс болады. Тәжірибемде қорғаушы тараппен есепші қол қойған. Кассаға ақшаның түскенін растайтын, бірақ есепші бір іс бухгалтериясына енгізбеген және осылайша кассалық алшақтыққа жол берген кассалық түбіртектердің түпнұсқаларын тұсынған жағдай болды. Айыптаушы тараптың куәгерлерінің жауап алғаннан кейін адвокат қорғаушы тараптың куәгерлерін ұсына алады. Мысалы, бір алаяқтық туралы іс бойынша клиент құрылтайшының ақшасын жымқырды деп айыпталады. Ол сенімді пайдаланып, 1 миллион ақша долларды иемденді деп айыпталды. Бірақ айыптау дәлелдері шындыққа сәйкес келмеді, өйткені компанияда жалақы алатын Қазақтелеком үшін діңгек құрылыстармен салу бойынша жұмыстарымды орындайтын 40 адам жұмыс істеген фирма құрал жабдық сатып алып оны пайдаланған. Қорғаушы тарап олардың кейбірін шақырды. Олар директордың алаяқтығы туралы айыптау нұсқасын жоққа шығарды. Нәтижесінде клиент қалалық сотта ақталды. Өткен жылы жоғары сотта ақтау үкіміне қол жеткіздік. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды. Мен бизнесті қорғауға маманданам. Егер тақырып бойынша сұрақтар болса, түсініктемелерді жазыңыздар. Мүмкіндігінше жауап беремін. Келесі бейнероликте кездескенше лайк басып, менің YouTube каналыма жазылыңыздар.